Саламатсыздар ма, балалар? Біз бүгін сендермен «Отан отбасынан басталады» бөлімін бастаймыз. Лексикалық тақырып: отбасы күнін тойладық. Тілдік бағдар, деректі және дерексіз зат есімдер. Сабағымыздың мақсаты: тірек сөздердің көмегімен тыңдалған мәтіндегі негізгі ойды анықтау. Мәтіндегі деректі және дерексіз зат есімдерді теріп жазу. Деректі және дерексіз зат есім деген не? Көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттардың атын білдіретін сөздерді деректі зат есім деп атаймыз. Мысалы, қалам, арыстан, жолбарыс, алма, үй, ағаш. Дерексіз зат есім деген көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін заттардың атын білдіретін сөздерді дерексіз зат есім деп атаймыз. Мысалы, ауа, махаббат, қуаныш, ой. Мәтінмен жұмыс. Оқулықтан 5-ші беттегі 3-ші тапсырманы ашып оқимыз. Біз жылда отбасы күнін шағын мейрам ретінде атап өтеміз. Отбасы күні қыркүйек айының 2-ші жексенбісінде болады. Бұл күні отбасы мүшелері, ағайын туыс түгел үйге жиналады. Біз бір-бірімізге сыйлықтар береміз. Осылайша бір-бірімізге қуаныш сыйлаймыз. Әкем, ана мен әжеме гүл шоқтар береді. Анам мерекелік дастархан жаяды. Мен суретке түсіремін. Отбасылық мереке қызықты өтеді. Атам, отан отбасынан басталады. Отбасын жақсы көретін адам, отанын да жақсы көреді дейді. Әкем отбасының тірегі. Анам отбасының берекесі. Ағайын туыстарымыз біздің жақын адамдарымыз. Келесі тапсырма. Тыңдалған мәтіннің ішінен 10 деректі, 10 дерексіз зат есімді теріп жазыңдар. Бағалау ұпай сандары кестеде көрсетілген. Оқылған мәтіндегі негізгі ойды анықтаңдар. Келесі тапсырма оқулықтағы 6-шы беттен 5-ші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай байланыстырып жаз. Тапсырма бойынша берілетін ұпай сандары кестеде көрсетілген. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.